Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен десертке осындай құрамы өте қарапайым, жылдам дайын болатын картошка пирожныйын әзірлейтін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен сары май, сгущенка және де какаоны қосып, үшеуін жақсылап араластырамыз. Май міндетті түрде жұмсақ, бөлме температурасында болуы қажет. Осылай барлығын араластырып аламыз. Енді бізге печенье қажет болады. Кез келген печеньені пайдалансаңыздар болады. Осылай үгітіп, блендердің көмегімен үгіттім. Сіздер блендер болмаса, салафанға салып, оқтаумен үгітіп алсаңыздар болады. Мен осылай үгітіп алдым. Осы ұнтақты жаңағы дайын болған кремге салып, екеуін біріктіреміз. Жақсылап араластырып болған соң, қолымызбен домалақ не болмаса сопақша етіп өздеріңіз қалағандай фигура жасасаңыздар болады. Кейін бетіне какао сеуіп, ұсына берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жылдам дайын болады. Дәмі де өте керемет, жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.